Бұл тағамды әр өңірде әртүрлі атайды. Дәл қазір сіздерге ең оңай, тез арада дайын болатын әдіспен бөлісетін боламын. Қазанға су құйып, етті салып, көбігін алып, жақсылап пісіріп алып, суытып, дәл осылай ұсақтап турап аламыз. Сонымен қатар қамырын дайындау үшін кемидің осындай дайын жаймасын қолдандым. Сапалы, ең дәмді қамырлардың бірі. Уақытты үнемдеп, сіз де пайдаланып көріңіз. Осылай суға салып, жақсылап 5 минут қайнатып пісіріп аламыз. Бөлек ыдысымызға майлаймыз. Қамырды жайған кезде де екі бетін сұйық маймен кәдімгідей майлап отырасыздар. Ал енді қамырын осылай жіп-жіңішке етіп ұзыншалап турап шығасыздар. Ұсақталған етімізді салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай аздаған бұрыш саламыз. Ет міндетті түрде тұздалған болуы қажет. Осымен біздің нарындағанымыз дайын болды. Өте дәмді, тез арада дайын болады. Міндетті түрде сіз де дайындап көріңіздер. Баршаңызға ас болсын. Қаныңыз аз ба? Гемоглобинді көбейтетін осындай пайдалы сусынды күнделікті ішіп тұрыңыз. Жасалу жолы өте оңай. Піспеген шикі қызылшаны осылай қабығын ашып алып, ұзыншалап тураймыз. Мен 2 данасын қолдандым. Үлкендеу алмамызды осылай бөліктерге бөліп аламыз. Ал енді қайнататын ыдысымызға барлығын саламыз. Қызылша, алма, нават және де өрік мейізімізді саламыз. Үстінен кәдімгі салқын су құйып, 20 минуттай газге қайнатамыз. Салқындатып ішсеңіздер де болады. Дәл осы сусынды күнделікті жасап ішіп көріңіздер. Балаларыңызға да және де жүкті келіншектерге де ішуге болады. Ата-апаларыңызға да міндетті түрде жасап беріңіздер. Рецептке қолданылған әдемі ыдыстардың барлығын Бакшоп Айша дүкенінен